Сага келді ау дейді. Барер маған. Қаяққа артады, неге артады, кімге артады. Не пишите мне при нем, пожалуйста. Шалпықбай дейді. Мақұл Мамиров. Сенше Шалпықбай болып берейінші. Чұрышқым келбейді да сіз менен Мамирбаев. Пробки. Жете албай қойдым ғой. Какие ужасные пробки. Еще плюс жолдың бәрі жабық болғаны үшін вообще хуже отыр. Хотя бы жолдар ашық болса, более-менее болмақты. Жолдар жабық ошоға. Французский. Шашлыкқа бара жатырмыз. Шашлық бара жатыр. Апашкаларым. Апа, сәлем деңіз. Сәлем. Мен ғой мен. Аташка. Шашлыққа бара жатырмыз. Сол берсін жолға шығамыз. Короче, каргодан, пиндодан товарларым келіп, мына жақта еще Бішкекте главный жолды жауып тастаған. И мне приходится туда пешком идти. Кто любит себе усложнять жизнь, так это Рушан. Аура кетті. Енді айтарға менің мүлдем сөзім жоқ. Адамдар деген мысалы қалай біреуге ақша жіберер алдында сендер деген қарайсыздар ғой, кімге жіберіп жатырмын, точно бұл Аружан ба, Аружан не үшін ақша сұрайды, осылай мошенничествомен ақша тауып отса не үшін ол Қытайда өліп талып жұмыс істеді деген сияқты, адам логически ойлану керек қой, бұл қырғыз кісілердің алдында, одан кейін айтарым, қарғыс өз иесін табады дейді ғой, үйтіп маған қарғысын жазудың қажеті жоқ, өздеріңіз алданып қалғанға менің кінәм жоқ. Мошенниктер қазір 21 ғасырда неше түрлі нейросеттер бар, нелер бар. Егер де мен сіздерден ақшаға мұқтаж болып ақша сұрайтын болсам, өзімнің осы тікелей инстаграмға сторисқа жариялап қоятын едім, телеграм каналдан емес. Покупочки с пиндодочек. Я, короче, облажалась. Қазір ұстап тұрған штатив очень маленького размера. Так, 4-я распаковка. Это у нас... Ой, это нельзя показывать. Нижнее белье Calvin Klein. Хорошее. Не буду вам показывать. А это что большое такое? У нас постельное белье. Качество хорошее. Но жазда ыстықтатады. Синтетика. 200 сомов. Классно. Маечка. Ну, он еще маленький, кажется, мне. Шелковый. Вау. Это 200 сомов стоит, что ли? Богатая теперь, у меня много бешалок. Этим товаром келет, так что будем еще заказывать с пиндода.